қалай болғанда да біз мен өзім пікірім бойынша осы бір мандатты сайлау жүйесінен өткен депутаттар әлде сайлау жүйесінің өзіне артылған бір міндеттерді толық атқара алмады. Себебі қоғаммен сол бір мандатты депутаттардың арасында байланыс сондай керемет болды деп айта алмаймын. Қоғам осы бір мандатты сайлау жүйесінен өткен депутаттарға өрі-түрі қарсы. Ол не өтеді, мен не өтпеймін. Анау не өтпейді, ол не өтеді деген тұрғыдағы бір кикілжің болды. Мен ойлаймын, 2 жылдың ішінде президент ұсынып отыр ғой, 2027 жылға дейін талқылаудан өтіп, әлде бір ортақ мәміле табылады деп ойлаймын. Енді өзіңіз қандай партияға кіресіз? Жоқ, мен әзірше ондай шешім қабылдаған жоқпын. Ол енді ендігені кешеген айтылған мәселе ғой. Әлі талқылау басталған да жоқ. Шақыру түскен жоқ па? Жоқ, ондай шақырулар бар, бұрыннан бар болатын маған айтылып отыр. Шақырулар, бірақ енді мен оған сондай бір серьезно бір жаңағы мән беріп жүрген жоқпын. Енді? Бірақ енді қазір 2 жыл талқылаудың барысында біз жаңа бір мандатты сайлау жүйесі қала ма, қалмай ма, оны қалай ұсыныс болады, оны билік қалай қабылдайды, қоғам осы мәселеге өте ыждахатпен араласу керек. Мен өзім ойлаймын, талқылау. Қазір бірнеше платформалар құрылады қазір. Сол платформада талқылаулар жүреді. Оған біздің азаматтық қоғам бір өзінің мүдделілікпен араласу керек. Ол жерде тұрып алып жаңағы қырам жояммен келмеу керек ол жерде. Ол платформадағы әңгіме, мәмілелі әңгіме болу керек. Ол әңгімені, ол сен ұсынған тақырыпты билікте қабылдай алу керек. Биліктің пікірін қоғамда қабылдай алу керек. Осындай бір түсіністікпен әңгіме жүру керек. Ал ерегеспен жаңағы біріне-бірі таслақтырумен одан ештеңе мәселе. Біз болашақта Ерболат Бапиді аманаттан көруіміз мүмкін бе? Ойбай, жоқ, әзірше енді мен ондай шешімге келе қойған жоқпын. Бірақ мен аманаттың өзін, мысалы үшін, ішінде жақсы жігіттер, жақсы депутаттар, білікті, білімді, соңында халықтың мүддесін қорғайтын, осы жолда жаға жыртысуға дейін баратын азаматтар бары мен өзім көріп жүрмін. Жұмыс топтарында әсіресе заң жобаларын талқылау барысында бірнеше осы жұмыс тобында мен мүшемін, сонда байқап жүрмін. Аманаттың жігіттері кейде мынау оппозициялық пікірдегі азаматтардан да күшті талаптармен шығады.